Mərtəbəli sessiya ərvağı bizdə qutqara gör. Jap şey ağzımda. Bizдің sumıyımızға. Jap deymin. Sen öz doğanды оқы, мен өзімдікін оқиым. Сайқымазақ. Көңілдерін көтеріңкі ғой тіпті. Өздерің ойлаңдаршы. Я, айтса сенбейсіңдер. Зарина, сөзімді бөле бермеш. Елдің бәрі тест ұрлаған Макс пен Дастан деп ойлап жүрсе, сөйтсе... Дана. Не? Не? Студент Өтеғалиева, сіз оқудан шығасыз, ал қалғандарыңыз боссыздар. Бәрекелді. Үндемегеннен идей бәле шығады деген осы. Ол ештеңе ұрнаған жоқ. Біреудің затын неге аласың? Сөмкемді алып бересің бе? Дананың қасында тұрғаны бір түрлі екен. Оның кінәсі әлі анықталған жоқ. Сен неге ректорға мен ұрладым деп айттың, а? Солай істеуім керек болды. Зарина, қоймадың ғой жағаласып. Асқар, тесті кім ұрлады деп сұрамай ма? Сонда ол тұрып, мен деген ғой. Менің ойымша ол студенттердің біреуіне, яғни ұрлаған адамға ғашық болып жүр. Оған бұлай жауап берсін кім айтты? Өзі кінәлі. Бірақ бір жағынан жақсы болды. Енді әйтеуір кінәні мойнына алатын біреу бар. Мені оқудан шығармайды деп уәде бересің бе? Әрине, уәде берем. Мұндай жағдайда жазасыз қалдыруға болмайды. Тесті сен ұрлады дегенге сенбеймін. Не қыласың оны? Соны айтам, неге ұрладың? Санта Барбара десеңші. Бәрі осыдан басталды. Жасты қой енді ағай. Аңғалдық. Жастар, жан достар, арманға жолдастар. Hey, hey, уәденің еткен. Hey, hey, шуағын төккен. Hey, уәденің еткен. Hey, мәңгілік көктем. Достар, Ау. 7-ші бөлім. Мәртебелі сессия аруағы. Бізді қолдай көр, біздің сумыйымызға кіріп. Дұрыс жол сілтей көр. Жапшай аузыңды. Сен өзіңнің дұғанды оқы, мен өзімдікін оқиым. Сайқымазақ. Тықылдақ. Көңілдерің тіпті көтеріңкі ғой деймін, а? Сәлеметсіз бе? Біз жай әшейін... Мен сендерге мынаны хабарлайын деп келдім. Бірақ қазір сендердің топтарыңа бұл қаншалықты қызықты екенін білмеймін. Бірақ барлық бірінші курс студенттеріне міндетті түрде хабарлауым керек. Университет президенттігіне алдын ала сайлау шарасы дүйсенбі күні басталады. Кез келген студент дауыс жинап, өзін үміткерлер қатарына қоса алады. Ал университет үздік оқитын студенттерді автоматты түрде үміткерлер қатарына қосады. Ол Дана. Ал оны оқудан шығару туралы шешім қабылданбағандықтан, ол үміткер бола алады. Ха, Дана президент? Күлкімді келтірмеңіздерші. Неге болмасқа? Меніңше, президент болуға нағыз көшбасшы ғана лайық. Біздің тобымызда кім болуы мүмкін? Ең танымалымыз Дастан. Мен? Ей, маған оның керегі жоқ. Ақымақ, бұл қызметтің пайдасын білмей тұрсың. Қазір айтып берейін. Керек жоқ. Оның пайдасынан көрі жауапкершілігі өте үлкен. Қысқасы, менің жұмысым қол жинаудың басталғанын хабарлау. Дүйсенбі күні өзін ұсынатындар болып жатса, жұмыс бөлмеме келе алады. Айтпақшы, сайлау дүйсенбі күні басталғанымен, алғашқы емтихан осы жұмада болады. Әрине, оған айрықша дайындалу қажет. Жақсы. Сау болыңыз. Жақсы. Сау болыңыз. Сайлау. Бұған шындап кірісу керек.
тікүш шақыдан жалыққан жоқсың ба? Балалар әлемінен сатып алып берем. Тығышақ емес. Енді немене? Жүрек қағысы, жеке жұмысы, бұл не тағы? Тесті кім алған деп бірінен бірі көріп жүрген кезде, мен оны ғылыми түрде анықтаймын. Мынау сонда жалған мен шындықты айыратын детектор ғой. Иә, сондай құрал. Мен оны ізгесер деп атаймын. Покро десеңші. Басқа, дәл осының саған не керегі бар? Туысыңды кез келген жаққа тығасың. Бәрі өтірік айтқаннан шаршадым. Бұл бірге тұратын үйіміз ғой. Тышқанның ұясы емес. Дұрыс айтасың. Бірақ не пайда? Бұл не? Полиграф па, детектор ма, кір жуғыш машина ма? Ертең көресің. О, Камила. Біздің ақылгөй сиқырлы машина жасапты. Прокурор деген. Бәрін қауіпті белдеу үстінде тұрсыңдар. Менің қатысым қанша? Камила, Құдай саған түр емес, мей берсе ғой. Менде не шаруаң бар, а? Аман бол, ақылгөй. Сәлем. Ойланып тұрған түрінен сол. Жақсы ма, жаман ба? Білмейм. Маған сондай жігіттер ұнайды. Гүлден Дастанға берген мереншімеш, ол өзінің данасына берейінші деп қиылып тұрып алды. Несі бар? Алқа гүл өріп берсе болады. Бірақ дала гүлдің осы маусымда үлкен сұранысты екенін оқыдым. Сөйтсем, сен сәннің мәнін біледі екенсің ғой. Бірге барып, бір жерге қыдырып қайтсақ қалай қарайсың? Қуана келісерем, бірақ мен емтиханға мүлдем дайын емеспін. Сондықтан дайындалам, кешір. Одан да бірге дайындалмаймыз ба? Сенде менеджменттің конспектілері түгел ме? Әрине. Жарайды. Онда мен сені қонақ бөлмеде күтем. Сәлем. Қалай жағдай? Мынаны аяқтап қалдым. Бүкіл параграфты конспектлеу керек. Асқар осы тақырыптағының бәрін тексереді. Мұның бәріне 3 күн емес, 1 жылда жетпейді ғой. Тырысу керек. Дана, сен маған да жазып бере салсаң қайтеді, жаттығудан қолыма ауырып жүр. Онда есіңде сақталмай қалады ғой. Ештеңе етпейді, оқи салам. Қай жерін оқу керек? Мына беттен, мына жерге дейін. Емтиханда бәрінен жақсы жауап беруің керек. 5 бет пе? Неге бәрінен жақсы жауап беруім керек? Енді сен президенттікке дайындалып жүрген жоқсың ба? Менің президент болғым келіп жүрген жоқ. Оның маған не керегі бар? Меніңше ол жақсы ой. Сенен өте жақсы президент шығар еді. Ерігіп жүр ғой дейсің бе? Айтпақшы, саған да сайлауға қатысуға болады. Қатыспайым. Оның үстіне тест мәселесі де бір жағынан... Қойшы, Дана, мен саған айттым ғой, бәрін шешемін деп. Емтиханнан соң кірсем. Жақсы қойдым. Дана, маған кампусқа бару керек еді. Біраздан соң кешікпей келем. Жарай ма? Мейлі, мен осында болам. Сәлем, не істеп отырсың? О, мынау кімдікі? Дастандыкын жазып отырсың ба? Өзі қайда кетті? Кешікпей келеді, жатақханаға кетті. Ол сені жалшы қылып алып беді? Оған сабақтың керегі жоқ болса, саған оның сабағы неге керек? Жаттығудан қолы ауырып қалыпты. Онсыз да ерігіп отырғам. Дәл солай, ерігіп отырсың. Айтшы, ол өз сен үшін бірдеңе істеді ме? Енді, міне, гүл сыйламайды, ешқайда шақырмайды. Кеше гүл сыйлаған. Қойш, ана бір жұпыны гүл ме? Алина, неге оны жақтырмайсың? Ол саған жамандық жасаған жоқ қой. Мен оған сенбеймін. Жігіт таңдау мәселесінде анық қателестің. Ал сенің таңдауың анау ма? Дастан әйтеуір оқытушы емес. Кешір, аузымнан байқамай шығып кетті. Дей тұрғаным мен,
Менің оқытушым сенің студентіңнен 1000 есе артық. Ал мен тым болмаса кездесіп жүрмін. Не? Сен Дастанмен кездесіп жүрсің бе? Несі бар екен? Нешінші бетке келдің? 32-ші. Тездет, билеттерді де бір шолып шығуымыз керек, есіңде ме? Үлгереміз. Ай, әттең. Мен Гарри Поттер сияқты 2 ай бойы тестке дайындалдым. Ал енді ана ауылбай қыздың кесірінен жазбаша жауап беруіміз керек. Сен оны істеген шынымен Дана деп ойлайсың ба? Енді кім? Мына ауылдықтар пысық болады. Кешір, сен қай жерден едің? Қарағандыдан. Ол ауыл емес, қала. Тіпті Астанадан да үлкен. Енді ол уақытша нәрсе. Мен Дана деп ойламаймын. Меніңше ол біреуді жасырып отыр. Кімді? Бәлкім құрбысы Алинаны шығар, я? Сен өзің айтып едің ғой. Сол күні кешке бірге болдыңдар деп. Ол пысы қайдан? Бәрі шығады. Қайдан білесің, мүмкін түнде кітапханаға барған шығар. Өтірік сабақ жаттағандай сыңай танытып. Я, дәл солай. Асқарға айтамыз. Ол өз құрбысы Алинаны жасырып тұр. Я, солай. Мен бір құрал жасадым. Асқарға көрсету керек. Кім білсін? Мүмкін ұрын ұстауға Ол көмектесер. қандай құрал? Ертең көресің. Сәлем, әке. Не үшін құттықтап тұрсың? Бір кофе. Қайдағы сайлау? Мен өзімді ұсынған жоқпын ғой. Керек жоқ хабарласудың. Қайда бара жатырсың? Тағы бір кофе. Біз біргеміз. 240. Жарайды, әке, сосын хабарласамыз. Иә. Ақшаларыңды алыңдар. Дана сабақта. Соны іздеп отырсың ба? Енді не, бұрылып қарауға да болмай ма? Қалшың, сонымен бұлай, бер қара. Мен студенттік комитетпен ақылдастым. Ондағы қыздар сен десе өлет. Олар сені ешкім бәсекелесе алмайтын үміткер бола алады деп отыр. Сендер немене бәрін келісіп алғансыңдар ма? Менің президент болғым келмейді. Сен шынымен де мұндай мүмкіндікті жіберіп қоясың ба? Қызық екен. Дастан, көңілімді қалдырма. Мен соңғы кезде сенің көңіліңді көп қалдырып жүрмін ғой деймін. Менің президент болғаннан саған не пайда? Шынымды айтайын ба? Иә. Біз доспыз ғой. Айт енді. Мұна тест пен емтиханға байланысты жайдың барлығы аяқталғаннан соң достан да жақын боламыз ғой. Сонымен солай. Болашақ жігітім студенттердің президенті болуын қалаймын. Сәлем. Не тығып отырсың? Жай әшейін. Не керек? Бізде демократия. Сен қоғамнан еш нәрсе жасырмауың керек. Бұл күнделік. Оны көрсетуге міндетті емеспін. Біздің кампустың құпиясы қайда сақталады десем, кітапханадағы ұрлық сыры да бар шығар онда. Ол да бар. Жарайды енді, Белла, біз доспыз ғой. Сенің сырың маңдайында жазылып тұр. Ана жерде махаббат туралы жазылған ғой. Дәл таптың. Бірақ саған емес. Маған емес екені айдан анық. Қазір айтам, мастер Йода ғой. Қайдағын айтпаш. Оның қатысы қанша? Енді күнделікті махаббат туралы болса, саған бұл жерде Асқардан басқа лайығы жоқ. Қозы көрпештің ақыл аздау. Ақыл көй оқып қалған біреу. Тек менімен Асқар ғана. Баршы енді. Дайындалуым керек. Қос жұлдызды келіп қалыпты. Қол ұстасқандары ғана жетпей тұр. Қызғанып кеттің бе?
Кімді? Дастанды ма? Жетпегені сол еді. Нағыз оңбағанның өзі. Біресе мына қызбен, біресе Данамен есі шығып жүр. Әр нәрсенің өз қайтарымы бар. Нені айтып тұрсың? Жоқ, сен дұрыс түсінбей қалдың. Дастан маған ақша қарыз. Сосын, Сосын жай қарыз болды. не қарыз? Ақша. Ақша ғана ма? Айт енді. істеп тұр. Шай ішесің бе? Уақытым жоқ. Осында әкеп берейін бе? Өзімді құйып алам. Саған не болды? Ренжіп қалдың ба? Не үшін? Білмеймін, гүл үшін шығар. Сол да сөз боп па? Ұмыт оны. Нұреке, рас айтам, сенің гүліңді мен алған жоқпын. Ана жолғы гүлді маған Дастан сыйлаған болатын. Мен енді кімге сенерімді білмеймін. Анасы өтірік айтады, мынасы өтірік айтады. Сенетін тек қана сен шығар деп ойласам, гүл анау, тест тағы бар. Нұреке, маған сенуің не болады? Кешір, сені қиын. Мен тест алған жоқпын. Сен өтірік айтпас бұрын ойланып алшы. Ректорға олай дейсің, маған бұлай дейсің. Осы істерімді бітіріп алайын. Бәрі қалпына келеді. Бара бер. Шайыңе рахмет. Қане айт, қандай қарыз ол? Ары қарай менімен сөйлескің келсе, алдаушы болма. Белла. Макс бола айт қане. Былай ғой. Дастан Дананы жақсы көрмейді. Бізден шейін жай бәске ойнаған болатынбыз. Ол жеңіліп қалды да, менің тілегімді орындау керек болатын. Сосын мен... Не сосын? Енді ол бір серігіп қалсын дедім. Өйтпесең, қашан көрсең де ой үстінде мұңайып жүрген. Қандай тілек айтып едің? Ол Дананы кездесуге шақыру керек болатын. Не? Есің дұрыс, денің сау ма? Тірі адамға бәстескені нес? Енді мен оған жақсы болсын дегенім ғой. Ол болса, ғашық болып қалды. Не былықтырғаныңды білесің бе? Есуас. Жүр кеттік. Қайда? Кеттік деймін. Көресің. Кеттік. Белла. Тиii. Кешіріңіз. Дастан, сенімен жеке сөйлесек бола ма? Мен қазір барып кітап алып келейін. Қане, кір. Бас аяғыңды. Сәлем, не болды сендерге? Ал енді айт, қане? Алина, керек жоқ деймін. Макс, замды келтірме. Бәрін айт. Қысқасы, Дана, былай ғой. Әңгіме Дастан туралы. Дастанға не болды? Білесің ғой, кей адамдар сырт көзге алдамшы болып көрінеді дегендей... Мыжымаш. Сені бәске тігіпті. Солай. Қалай сонда? Мына екі есуас, Дастан мен Макс, кім покерден жеңсе, соның тілегін орындаймыз деп бәстесіпті. Дастан жеңіліп қалыпты. Ал Макс сені кездесуге шақырсын деп тілек айтқан. Сосын? Сосын не болушы еді? Дастан сенімен бәс үшін кездесіп жүр. Картадан ұтылып қалды дедім ғой. Білем. Білесің бе? Кім айтты оны саған?
Дастанның өзі айтқан. Ешкімге айтпа деген. Мәссаған, енді үндемей жүрсің бе? Өткенде мен телефон тауып алған кезде Дастан көзге түскенсің деді. Ал Макс айтқан тілек екеумізді жолықтыру үшін тағдырдың тағы бір мәрте бұйрығы болған. Дастан солай деді ме? Жоқ, ойдан шығарып алдым. Сосын тағы ата-анасымен таныстырам деген. Жақсы. Мен кешігіп барам, кеттім. Тағдырдың бұйрығы де. Көпшіліктің түсінігінде өнерсіз-ақ өмір сүргенбіз, өмір сүре береміз деген түсінік болып. Өнер жоқ жерде мәдениет жоқ. Сурет өнерін саралаған салмақты суреткер Ерболат Төлепбай. Өнер шежіресінде. Бүгін 17:25-те. Қалтаңыздағы ақшаның жалған емес екеніне көзіңіз жете ме? Техниканың тілін тауып, қолдан банкнот жасаушылар. Орға жыққан оңай олжа. Ертең қылмыс пен жазада. Бұл бала қайда кетті екен? Тағы бір қоңырау шалшы. Бұлай болмайды, оны сөйге шығайды. Ешқашан бұлай істемейтін. Қорқа бастадым. Тыңдап тұрмын. Мен көлік инспекциясының бөлімшесінен хабарласып тұрмын. Жол апаты болыпты. Тонш Йылдырым туысқаныңыз бе еді? Тонш жол апатына ұшырапты. Не? Кешір мені. Ертең. Не айтайын деп едіңіз? Ашық сөйлесейік. Жігітше, тесттерді ұрлаған сен ғой? Жоқ. Мен оған еш қатысым жоқ. Біздің әулетте біреудің затын ұрлайтын әдет жоқ. Сен сондай әулеттен болмағаннан кейін сұрап тұрмын. Сен үшін дананы оқудан шығарып жіберсең, елдің көзіне қалай қарайсың? Оның Олжа деп осын айт. Былай. Егер сен кінәңді мойындайтын болсаң, мен бәрін ретке келтірем. Дана университетте қалатын болады. Саған қолданар жазаны қолынан келгенше жеңілетем. Тіпті жария қылмай-ақ қойсақ та болады. Дастан. Мен тесттерді алған жоқпын. Жарайды, Дастан. Қателесіппін. Анығын уақыт көрсетер. Істеп тұр. Жігіттер, шығыңдар. Шаруа бар. Қыздар, бері келіңдерші, бірдеңе көрсетем. Отырыңдар. Қазір сынақ өткіземіз. Сен бізді ноутбукты көрсетуге шақырдың ба? Одан да маңызды. Қазір көресіңдер. Жарылып кетпей ме?
Мен компьютерға арнайы бір бағдарлама орнаттым. Ол саусақтың ізін алатын сканер. Бәрімізді осы үшін орнымыздан тұрғыздың ба? Мен кеттім. Ертең макроэкономика. Иә, мен де кеттім. Тұра тұрыңдар. Барлығын саусақтарыңды осы сканерден өткізуді ұсынам. Сосын ұрланған тесттегі саусақ іздермен салыстырамыз. Несі бар? Өте жаман емес. Ол тесттерді ұстамаған адам қалмаған шығар. Дұрыс айтасың. Ректор мистер Йода. Бірақ біздің саусақтарымыздың ізі онда болмау керек, дұрыс па? Мінеки сондықтан да сканерден өткіземіз. Содан кейін кімдікі шын, кімдікі өтірік екенін біліп аламыз. Өз басым сканерден ештеңе өткізбеймін. Бұл не сандырақ, Нұрлан? Мен де. Шерлок Холмс бола қалыпты. Міне, алғашқы күдіктілер де табылды. Жасыратын бірдеңелерің бар болғаны ғой. Нұреке, мынау қателесу мүмкін бе? Теориялық тұрғыда ондай мүмкіндік өте аз. Саусақтардың іздері бәріміз білеміз, әркімдікі әр түрлі. Көп сөйлеп кеттіңдер. Ұйықтауым керек. Қане, өткіз сканерден. Аударма редакторы Әсел Көкенова. Мәтін